Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық каналы. Бүгін сіздердің назарларыңызға шемішкенің пайдасы жайында ұсынбақшымыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Шекілдеуік шемішкенің ағзаға тигізер пайдасы орасан. Ол ағзаны май қышқылдарымен толықтырып отырады. Кептірілген пістеде оның құрамындағы барлық дәрумен сақталады. Ал қуырылғаннан кейін оның құрамындағы пайдалы заттардың 90% жойылып кетеді. Күнбағыс пістесі минералдарға өте бай. Селен, мырыш, мыс, фосфор, темір, калий, магний сынды минералдар осы шемішкенің құрамында кездеседі. Күнбағыс пістесі тері жасушалары үшін таптырмас дәрумен. Өлі тері жасушаларын тірілтіп, оның құрамындағы жасаруына септігін тигізеді. Атеросклероз, инфаркт миокарда, жүрек қан тамырлары ауруларына, бауырға пайдасы бар. Онда теңдесі жоқ амин қышқылдары да бар. Ақ пісте қара пістеге қарағанда килокалориясы аз болып саналады. Пістенің құрамында холестерин мүлдем жоқ. Шамадан тыс шекілдеуікті шағу тіс емалінің бұзылуына алып келеді. Ақ пістеде 34%, ал қара пістеде 20% белок бар. Көбіне пісте өте ауыр тағам деп есептеледі. Асқазанда қорытылуы жарты сағат. Әлемде пістені ең көп өндіруші, егуші ел ол Украина болып саналады. Сонымен қатар Ресей және Аргентина елдері де бар. Қара пісте магнийдің қоймасы болып саналады. Онда қара нанның құрамына қарағанда магний 6 есе көп. Ағзада мырыш жеткіліксіздігі болса, аяқ сіңілі тартылып, шаш түсе бастайды. Ал пістеде мырыш өте көп. Тәуліктік қажеттілігін 1 стакан пісте алмастыра алады. Ағзада темір жетіспесе, қан аздық, созылмалы шаршау синдромы болатыны белгілі. Құрамында темірі көп ақ пісте оның бәрін қуып шығады. Ол дәмді ғана емес, өте пайдалы тағам. Өсімдік майы мен А, Д, Е дәрумендеріне мол. Дегенмен диетологтар артық салмақ пен семіздіктен шаршап жүрген кісілерге пісте шағудан бас тартуын талап етеді. Сонымен қатар дәрігерлер атеросклероз, бауыр ауруына және өт шығару жолдары ауруларына шемішкені пайдалы дейді. Америкалық ғалымдардың пікірінше, күнбағыс дәнегі қартаю процесін тежейді. Ол үшін шемішкені көп мөлшерде пайдаланбаса да болады. Басты талап шемішке қуырылмаған және қабығынан тазартылмаған болу керек деп хабарлайды Бақ.кз ақпарат агенттігі. Оның құрамында көп мөлшерде фосфолипидтер шоғырланған және майда еритін дәрумендер мен стиролдар да бар. Бұлар адам өмірін ұзартып, денсаулығын нығайтып және адамның жастық қалпын сақтайды.